409 есеп алымдары бірдей бөлшектер салыстырыңдар дейді. 5-ші сынып. Бізде 5-тен 1 және 3-тен 1 берілген. Бірінші бірлік кесіндісі салайық. Мына жерде 5 бөлікке бөлінген. 1, 2, 3, 4, 5. Біз алдында өттік, жай бөлшекті сан сәулесіне белгілегеніміз 5-тен 1 дегеніміз бөлігі. 0-ден 1-ге дейін қарау 5-тен 1. Енді тура осы бірлік кесіндіні теңдей 3 бөлікке бөлейік. 1, 2, 3, 4, 5 клетка. Жерден 1, 2, 3, 4, 5 клетка. 1, 2, 3, 4, 5 клетка. Енді мына жеріміз 1 болса, 1, 2, 3 бөлікке бөлдік қой. 3 бөлікке бөлгендегі 1 бөлігі мынау қызылмен штрихтап қояйын. Енді осы штрихталған бөліктері салыстыратын болсақ, 3-тен 1-іміз 5-тен 1-ге қарағанда үлкен болып тұр. 5-тен 1 мына жерде бітіп қалып тұр. 3-тен 1 ұзын болып тұр. Сондықтан алымдары бірдей бөлшектерді салыстырғанда қай бөлшектің бөлімі кіші болса, сол бөлшек үлкен болады. Енді одан ары қарай, мысалы 7-тен 1 мен 9-дан 1 салыстыру керек болса, мына жерде 7 мен 9-ды салыстырамыз. 7 9-дан кіші, олай болса 7-ден 1, 9-дан 1-ден үлкен болады. Енді балар, мына жерде бөлімде 4 қой, алымы да 4, бөлімдерін салыстырамыз. 7 мен 5-ті салыстырамыз. Қайсысы кішкентай? 5 7-ден кішкентай. Олай болса 5-тен 4, 7-ден 4-тен үлкен болады. Алымдары бірдей бөлшектер салыстырыңыздар деп тұр ғой. Мына жерде 13-тен 2, 3-тен 2. Ары қарай салыстырып көріңіздер өздеріңіз. 13 пен 3-ті салыстырамыз. Қайсысы 3 13-тен кіші, олай болса 3-тен 2, 13-тен 2-ден артық болады.